Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, кез келген мерекелік дастарханыңызға сән беретін, құрамы да қолжетімді салаттың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Салатымызға қажетті заттардың барлығын алдын ала суда қайнатып, пісіріп дайындап алдым. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Ең бірінші піскен етімізді алып, майдалап, текшелеп, турап дайындап аламыз. Мен бұл жерде жылқы етін пайдаландым. Сіздер қалауларыңыз бойынша тауық етін, сиыр етін пайдалансаңыздар болады. Барлығын турап болған соң ыдысымызға салып, келесі кезекте сәбізді де тура солай етіп, майдалап, текшелеп, турап дайындап аламыз. Туралған сәбіздерімізді ыдысымызға жайғастырып, келесі кезекте картопты турайтын боламыз. Картопты да текшелеп, майдалап тураймыз. Сонан соң тұздалған қиярды турайтын боламыз. Тұздалған қияр салатымызға ерекше дәм береді. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте жұмыртқамыз. Жұмыртқаны да текшелеп тураймыз. Ыдысымызға жайғастырып, 4 ас қасық консервіленген жүгері қосамыз. Сонан соң қажетінше майонез қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын болды. Салатымызды дастарханға ұсыну үшін оны безендіретін боламыз. Ол үшін бізге балғын қияр қажет. Балғын қиярды көкөніс тазартатын құралдың көмегімен ұзыншалап, жіңішке етіп, кесіп дайындаймыз. Қиярдың ұзын пайдаланғандарыңыз жөн. Дайын болған салатымызды формаға салып, тарелкамызға жайғастыратын боламыз. Егер сіздерде форма болмайтын болса, мен сияқты майонезден немесе қаймақтан босаған ыдысты кесіп пайдалансаңыздар да болады. Салатты салып, қасықтың көмегімен тегістеп жайғастырып шығамыз. Формасын өте жақсы сақтайды. Ал енді безендіретін боламыз. Ол үшін біз турап дайындап қойған балғын қиярды пайдаланамыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Форманың шетіне қиярларымыздың барлығын салып, жайғастырып аламыз. Сонан соң ортасына консервіленген жүгерімізді қойып, формасын ақырын шешкен кезде бізде дәл осындай керемет салат пайда болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кез келген мерекелік дастарханыңызға сән беретін ерекше көріністі салат. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдырсаңыздар да болады. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!